Рысқұлов Құдайбергенов қазір облыстан ОКС жиналыс болып жатыр, ол кісі бір 20 минуттан кейін келіп отырам деді. Әмірова Қарлығаш Махамбетқызы мүшесі, Қалипанова Айгүл Тоқтарбекқызы, мен өзім бар, Нұғманова Ақмарал Нұрланбекқызы. Мектептің психологы міндетті түрде қатысу керек, сонысын мұғалімдерді қолдаушы біздің үлкен бір кеңес мүшелеріміз бар. Білесіздер, кәсіподақтар ұйымы, кәсіподақтар кеңесінің мектепшілік төрайымы Айтболатова Манат Серікқызы қатысып отыр. Міне осы 5 адам бүгінгі жарысқа төрелік ететін болады. Енді бұл қатысушы тарих пәнінің жас мұғалімі Абдырахманова Әсел Ерланқызын шақырамыз. Сүйсініп қарап отырыңыздар біздің жас мұғалімдерді. Байқауға қатысушы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Мырзахмет Әмір Абзалұлы ортамызда. Байқауға бүгінгі өз еркімен қатысып тұрған жас мұғалімнің біреуі ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Есенбаева Әсел Ақанқызы. Қатысушы музыка пәнінің жас мұғалімі Мұқан Гүлден. Қатысушы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Қапанова Салтанат Нұрлыбайқызы. Міне құрметті қаздар алқасы, мұғалімдеріміз сіздердің алдарыңызда қаздай тізіліп тұр. Барлықтарын қазір енді мына тұрған кәсіподақ ұйымы әкеліп беріп отырған алып мына алғыс үлгіні сіздерге табыс етуге рұқсат етіңіздер. Күтті орындарына отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме құрметті әріптестер және әділқазы мүшелері. Мен Бақылай Жоғарғы атындағы номер 18 орта мектеп лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Абдырахманова Әсел Ерланқызы. Өзімнің жұмыссыздығымды әлемдік 7 кереметті есіне салып отырмын. Себебі әлемдегі 7 кереметті дүниеге әкелген суретші де, философ та, он саусағынан өнер дамыған құрылысшы да ұстаздың алдынан өткен. Ұстаз жасының ұстаны дәл осындай кезекте дүниеге әкелді. Бірінші ұстанымым бірінші керемет. Египеттегі Мысыр пирамидасы 5000 жыл бұрын салынған. Бұл кереметті салуға қанша еңбекпен тер төгілген. Ұстаздың еңбек жолы дәл осындай. Еңбек демей, тер төкпей, баянды нәтижеге қол жеткізе алмайсың. Осы орайда мен ұстаным. Мұғалім күнде үйрену керек. Ол үйренуді тоқтатқанда мұғалім болудан қалады. Менің ойымша ұстаздың мәртебесі барлық мәртебеден биік әрі жоғары болу керек. Екінші ұстанымым екінші керемет. Семирамида аспалы бағы. Шөл далада бақ тұрған патша іспеттес мұғалімден жоқтан бар жасау үшін. Мектепке келген баланы білім әлемінің қызықтарымен сусындатып, ел үшін еңбек ететін ер етіп шығару. Ол үшін мұғалім күнделікті білімін жетілдіріп отыруы тиіс. Осы мақсатта 2020 жылы жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында Назарбаев зияткерлік мектебінен критериялық бағалау бойынша 40 сағаттық және өрлеу біліктілікті арту орталығынан онлайн форматта түнек сайқы және құқық негіздері пәндері бойынша 80 сағаттық білім алып курстан өттім. Үшінші ұстаным, яғни үшінші керемет. Артемида ғимараты. Артемида аңшылық құдай болса, мұғалім мамандығын аңшылыққа ұқсатуға болады. Яғни, олжалы үшін нәтижеге қол жеткізу үшін бала назарын өзіне аудару үшін түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану керек. Ол үшін мен қашықтықтан оқу жағдайда визуалдық, аудиалдық, кинестетикалық қамту мақсатында түрлі платформаларды қолданып жүрмін. Мысалы, онлайн мектеп, Zoom, Parnet, Learning, Fusion, Kahoot платформалары. Келесі, төртінші ұстанымның төртінші керемет. Ежелгі Грекияда 5-ші ғасырда Афиналық мүсінші Физий 17 метрлік Зевс мүсінінің алтыннан және піл сүйегінен жасаған. Яғни бізде әр оқушымызда Зевс мүсіні сияқты алтынға және піл сүйегіне тең келетін, яғни біліммен қаруландыруымыз керек. Дарынды балалармен жұмыс барысында 10-шы Ә сынып оқушысы Оңалған Аяжан мен 2019 жылдан бастап Ұлы Отан соғысының ардагері Дүйсебаев Шардахан Әбдікәрімұлының яғни өмір тарихына зерттеу жұмысын жасап, яғни сол кісінің жұмысын жүргізе отыр. Биылғы оқу жылынан, яғни көріп отырғандарыңыздай, қалалық бойынша, яғни Оңалған Аяжан 3-ші орын алды. Және қашықтықтан оқу жағдайында өтіп келе жатқан биылғы оқу жылы оңай айтылған түрлі диплом мен сертификаттар иеленді. 5-ші ұстаным 5-ші керемет. 4-ші ғасырда Түркияның оңтүстік-батысында мемлекеттің басты тұлғасы патша Мавзолдың моласы ретінде жасалған. Яғни халқы патшадан жасалған еңбектер үшін жоғары бағаланған.
Мен де өз еңбегімді бағалау мақсатында жұмыстарыма мониторинг жүргізіп отырамын. Салыстырмалы мониторинг назарларыңызға ұсынып отырмын. Қашықтықтан оқыту барысында және жоғарыда аталған платформалардың тиімділігін анықтау мақсатында 2020 жыл 19 жылдың, яғни екінші жарты жылдығы мен 21 жылдың бірінші жарты жылдығына, яғни талдау анализін жасаған болатын. Яғни осы жерден көре аласыздар. 6 келім. Родостағы алып мүсін, ежел гректің күн құдайы белестің мүсіні, ұстаз зор болған. Ол күннің құдіретті сәулесі сияқты. Мұғалімді шәкірттің алдында зор етер оның еңбектері мен дер кезінде бағаланар еңбектері. Мен де сіздерді өз жетістіктерімен таныстырып өтейін. Рио кезет, ниш, ұстаз тілегі және тағы басқа онлайн олимпиадаларынан бірнеше дәрежелі дипломдар мен сертификаттарым бар. Сонымен қатар спорт саласынан да құлағақан емеспін. 2020 жылы шаңғы жасында өткен Талдықорған қаласының ашық чемпионатында жүлделі 3-ші орын алдым. 7-ші станның 7-ші келім. Александра Шамшаға Мысыр патшасының бұйрығын теңізшілердің амандығы үшін, яғни салынған болатын. Биіктігі 120 метр, жарығы 60 км жерге жеткен. Бүгінгі қоғамда мұғалімде дәл осы Шамшақ секілді әр баланың, әр ата-ананың жүрегінен орын алып, бағыт-бағдар көрсетуі тиіс. Мен де өз танымды, яғни Александр Шамшақ секілді әр сыныбының оқушыларына шуағымды шашып беремін. Және астында жаңа көргендеріңіздей QR-код болатын, сол QR-коды сотымен ашсаңыздар, яғни әр программаның видеоларын ашсаңыздар болады. Тыңдарыңыздар. Мен Әмір Абзалов. Көксу ауданы Амангелді Амалшын тумасымын. Осы мамандығыма басқа жыл Қарағанды облысы Саран гуманитарлық техникалық колледжін оқып біттім. Және де осы 2019 жылы қыркүйек айынан бастап Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы нөмір 18-ші орта мектеп лицейінің меншіктің пәнінің мұғалімі жұмысына орналастым. Мен де назарларыңызға осы видео ұсынамын. Мен Мұзахмет Әмір Абзалов, Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы нөмірі 18-ші орта мектеп лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Бойдағы ілімді келешек ұрпақтың санасы мен ойына адалына қойып, ақылды азамат пен азаматша тәрбиелеу басты міндетім. Елімді еңбек қылып, болашақтың бағдарын бүгіннен бастап елге қызметімді тигізу кешегі балалық арманым еді. Тегеурінен бөлек күштіні қажет ететін бұл мамандық иесі атануым үшін біршама тердің кеткені айдан анық. Жоспарланған істі кейінге қалдырмай, күнде алға қадам басып келемін. Ұжымда да өзімнен үлкендерден ақыл сұрасып отырамын. Себебі адам жалғыз емес, көппен даму қажет. Алысты жақындатып, өмірді жеңілдететін дамыған күнде бұл мамандығымның пайдасын көрудемін. Оқушыларға түрлі жаттығулар үйретіп, сабақты қызығырақ қылу әрбір мұғалімнің ұстанымы деп ойлаймын. Және де өзімді алдағы уақытта биік шыңдардан көремін деп сенемін. Мен Есенбаева Селя Ханқызы 1994 жылы дүниеге келдім. 2012 жылы Яшин Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне қаржы экономика факультетіне түстім. Ағылшын тілін бала кезінен жақсы көргендіктен академиялық ұтқырлық бағдарламасына бағынды сынақ көріп, Чехия аграрлық университетіне жолдама алдым. 3 ай көлемінде тәжірибе алмастым. Көптеген елдерге саяхат жасадым. Оның ішінде Франция мемлекеті Париж қаласына, Италия мемлекеті Рим қаласына, Австрия мемлекеті Вена қаласына. 2016 жылы өзімнің 4 жылдық еңбек пен талап жемісі дипломымды қолыма алдым. Алайда ағылшын тілі үнемі жадымда болды. Сол себептен 2019 жылы екі шет тілі мамандығы бойынша оқуға түсіп, қазіргі таңда Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы 18-ші орта мектебінде ұстаздық жолымды бастадым. Бүгінгі жобада өзімнің жұмыс жүйемдегі күнделікті сабақ үлгісінде көрсеткім келіп отыр. Педагогикалық ұстанымым сабақта технологияны көп қолдану мақсат емес, тиімді қолдану мақсат.
менің өзекті тақырыбым ағылшын тілі пәнінде тілді дамыту үшін қолданатын көрнекі құралдар. Мақсатым көрнекі құралдарды пайдалана отырып, балалардың сабаққа қызығушылығын дамыту. Міндетті сурет көрнектерін сезік, логикалық ойды әрі қарай дамыту. Яғни көрнекілік арқылы біз сабағымызды нәтижелі, жаңа сөзді жылдам жаттау, есте сақтау қабілетті дамыту, сабаққа қызығушылықты арттыра аламыз балаларға. Сонымен қатар өзімнің сабақ жүйемде практикалар арқылы топтармен жұмыс жасадым. Серігу сәті, яғни серігу сәтін көбіміз сабақтың ортасында, яғни бала жалыққан кезде қолданамыз. Бірақ та серігу сәтін сабақтың басында, ортасында және аяғында қолдансақ, ол яғни біздің сабағымыз нәтижелі өтеді. Сонымен қатар өзімнің қолданған платформаларым Quizlet, Live Worksheets, Pinterest, Zoom, онлайн мектеп, WordWall, Kahoot және тағы басқа платформалармен қолданып жұмыс жасаймын. Көрнекіліктің көмегімен ағылшын тілін тиімді және табысты меңгеру мүмкін. Егер ағылшын тілі сабағында қолданатын сауатты таңдалған көрнекіліктермен қамтамасыз етілсе, алдыңғы материалды меңгергеннен кейін ғана жаңа материалдарға көшсе, көрнекіліктің көмегімен балалардың бас ерекшелігіне сай тақырып сауатты жеткізсе, және сабақ тақырыбына сай болса, егер педагог өзінің педагогикалық шеберлігімен оқушыларды оқу процесіне тарта алса. Сонымен қатар балалардан, яғни сауалнама алған болатын, сауалнама қорытындысына келетін болсақ, сауалнамаға қатысқан оқушылар саны 47, яғни бұл бірінші және екінші сыныптар арасында алынған сауалнама. Қорытынды нәтижесі: мұғалім шет тілі сабағында көрнекі құралдарын аптасына 1 рет, яғни 62% немесе сирек 37% қолданады. Көрнекі құралдар қолданған сабақтар өте қызықты, яғни 80% иә деп жауап берген. Оқытуда көрнекі құралдардың қолдану оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын 100% арттырады. Ағылшын тілі сабағы қызықты өту үшін көрнекі құралдарын қолдану оқушылар үшін өте маңызды 63% қолданады. Екені анықталады. Яғни осы сауалнамаға байланысты менің өтіп жатқан мақсатым нәтижелі болуда деген ойдамын. Яғни қорытындыға қарай отырып 100% бала сабақ қызықты әрі ынталы, сабаққа ынталы болады балалар. Сонымен қатар өзімнің жетістіктеріме келетін болсам, дипломды ұстаз тілегі республикалық әдістемелік сайтынан ағылшын тілі пәні ұстаздар арасында 1-ші дәрежелі диплом алдым. Сонымен қатар сертификат ұстаз тілегі республикалық ғылыми сайтына тіл достықтың алтын көпірі тақырыбында материал жариялап сертификатқа иелендім. Сонымен қатар мектеп директорының атынан Жұлдызтау грамотасына ие болдым. Назарларыңызға рахмет. Ұстаз ұлы мен ұстаздық жолды таңдадым. 2020 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірдім. Қазіргі таңда алған білімді жолдау мақсатында шәкірттеріне үлгі өнеге болуға ұстазым ұстанымы мықты. Менің педагогикалық ұстанымым бойына ұлттық құндылықтары сіңірген, бұл саналы сауатты өзгерістері бар ұлтқа тәрбиеледім. Мен сіздерге тақырыбында басқалар үшін нәрсе едім. Менің өзекті тақырыбым төменгі сынып оқушыларын ағылшын тілінде өзекті тақырыптың мақсаты ағылшын тілі сабағында оқушыларды ұлттық ертегілер арқылы қызығушылығын, тіл байлықтарын арттыру. Өзекті тақырыптың міндеті ағылшын тілі сабағы барысында ертегінің қолдану әдістерін анықтау, оқушыларды оқуға деген белсенділіктерін қалыптастыру, айтылым дағдыларын қалыптастыру. Ағылшын тілі сабағына келіскен негізгі 5 әдісі: бағыт бағдар беретін қадағалау әдісі, 2-ші салыстыру әдісі, 3-ші танымдық және стильдік ерекшеліктерін дамыту әдісі, 4-ші көркемдік бейнелерде тәжірибе жинау әдісі, 5-ші
оқушылар ертегіні оқып, сол ертегінің ішінде өздері ұнаған кейіпкерлерді таңдап, презентация жүргізген оқушылар қорғайды. Бұл оқушылардың презентациясы. Бесінші сынып оқушылары аударып көзсе ертегісін оқып, сол ертегіні оқып әңгімелеуде. Up to the sick and men are told in it. There is also churches for mountain birds, birds, and fish and little animals too. The creator made the world and he built all mountains. Devamlı adımlarla ne zaman ben bir savaş, müdürümüzün gazete olanlarıydı. Bir kısa anlattım, öte bir ilanlarım. O kızan halkın son şartla araştırdığı anlattı. Оқушылардан сауалнама алынды. Бірінші, екінші сыныптар және 5-ші, 6-ші сыныптар алынған сауалнаманың нәтижесі. Менің келген жетістіктері ұстаз тілек сайындағы бірінші дәрежеге диплом, 5 сыныптарда бірінші дәрежеге диплом және өңдеу орталықтан алынған сертификат және мектеп директорының құрмет грамотасы. Назарларыңызға көп рахмет. Музыка пәні мұғалімі ретінде қалыптасу жолынан бастамақ. Алдымен шағын бейнебаянға назар аударуларыңызды өтінемін. Мен Қапал ауылындағы Галиман атындағы орта мектебін бітірдім. Мектеп кезінен көптеген байқауларға қатыстым. Музыканы сүйдім. Музыка менің өміріме айналды. Мектеп ауылын өтетін көптеген байқаулардың жеңімпазы болдым. Ұстаздарымның сүйікті шәкіртіне айналды. Мектептің оркестрында домбыра аспабында ойнадым. Ал 2016 жылы Ильяшан Сынып атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде музыкалық білім мамандығына оқуға түстім. Университетте де өнерпаз қыз ретінде бірден көздестім. Көптеген шығармашылық концерттерімізді өткіздік. Көптеген шығармашылық байқауларға қатыстық. Көптеген мақтау қағаздарына ие болдым. Соның ішінде университет деканатының арнайы автобустарына ие болдым. Университет кезінде вокалды және вокал топтарда орында ән айттым. Университетте 2020 жылы тәмамдап Бақтыбай Жолдыбаев атындағы орта мектеп лицейіне жұмысқа орналастым. Менің түсінігімдегі мұғалім ол қандай болу керек? Ұстаз болу, өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау. Ұстаз болу, жүрегі жылуын, мейірімін, шуағын, баланың бойына дарыту. Ұстаз болу, шәкіртке ата-анасындай тәрбие сыйлау. Мұғалім қоғам айнасы. Мен ұстаздық жолымды бастаған күннен-ақ карантин себебіне байланысты онлайн түрде бастап кеттім ұстаздық жолымды. Соған қарамастан мектеп қабырғасында жұмыс жасап жүрген күннен-ақ көптеген жұмысты атқарып келемін. Оқушылардың түрлі байқауларға қатыстырдым. Көптеген байқаулардың жеңімпазы атандым. Соның ішінде номинация бойынша көптеген байқауларда жүлделі орындарға ие болып жүр. Өзім де жұмыстан тыс кездерде ұстаздармен бірге драма театрларға, спектакльдерге барып, өзімнің рухани қорымды жетілдіріп жүрмін. Ондағы мақсатым өзімді жан-жақты дамуға тұлға ретінде қалыптастыру. Және жұмыстан тыс кездерде оқушылармен де көптеген шараларды атқардым. Соның ішінде бастау сынып мұғаліммен бірге 23 наурыз мерекесінде болған болатынбыз наурыз айында. Ондағы мақсатымыз оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарымызды дарыту, ұлттық салт-дәстүрімізді құю баланың санасына. Және де баланы рухы мықты тұлға ретінде қалыптастыру, ұлттық ойындарымызды бағын сыйлық болсын деген мақсатымыз болды. Және өзім сабақ өткізу жүйелі онлайн, соның ішінде Zoom, WhatsApp, онлайн мектеп бөлімдер платформаларында өткізіп жүрміз. Мұғалім ретіндегі күндерім ұстаным қандай? Мен жан басам бақылда, сен жан басам бақылда, ол жан басам бақылда, аспан қалай ашылмақ. Педагог ретіндегі негізгі менің мақсатым мектеп оқушыларының ойына
музыканы мектеп оқушылары музыканы үйренеді. Мектеп оқушыларының бойындағы рухани құндылықтарды дарыту, осы мақсатты жүзеге асыру мақсатында қалмай еңбек еткен әлде қалмай еңбек еткен деп ойлаймын. Ал енді құрметті әріптестер, сіздерге сіздерге біраз уақыт берді, керек пе уақыт? Иә. Аха, балды қойыңыздар, сосын. Videoga mana bana bir.
Жолдары бар, көп жолында. Жігерлімін, мен мықтымын деп табылды. Іс шығар ойлар, болашақтың тағдыры өз қолында. Ұстаз білгеніне жетуші ғана емес, тұла бойы тұрған өнеге барлық адамның ізгі ниет иесі. Шәкірті өзінен озған ұстаз еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шәкірт тәрбиелейтін шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай, білімді, шығармашыл, өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын болуы керек деп ойлаймын. Мен ұстаздықтың ауыр жүгін арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым. Бүгінде білімді де білікті, еңбекқор да отансүйгіш, көп туымызды желбіретіп, ел мерейін асқақтатар жас ұрпақтың жарқын болашағына жұлдызды жол салатын құзыретті тұлға жас маман біздерміз. Мектеп балалардың екінші үйі болса, ал ұстаздар екінші анасы десек артық етпейді. Әр үйдің еркелерін бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау оңайға соқпайды. Алайда баланың тілін тауып, тілдесу, жақсы тәрбие берудің өзі бір үлкен ғанибет. Ақтар ақпегінсіз сусызғандай баланың кіршіксіз санасына алғашқы адамгершілік, мейірімділік нұрын сеу, білім, өнер тәлімін сусындату мына біз мұғалімдердің еншісінде. Алдымызға келген балалар біреудің маңдай алды жарығы, енді бірі жал дегенде жалғызы, бірі елге, бірі қой аузына шөп алғасын оны. Маңдай алды жарығы таңшол маңдайы жарқырады, жал дегенде жалғызды көпшілікке үйретіп, қой аузына шөп алмасқа болғанда жарқылдап сөйлер шешен қылып тәрбиелеу ұстаз шеберлігінде. Мамандық таңдау, тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде өкінбейтіндей, өз қабілетімен бейімділігіне сай кәсіпкерлік таңдау. Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс. Адамның болашағы таңдаған кәсібінде. Ұстаз қаратаудың қойнауындай тереңде жатқан кеңді ашып, білім мен ғылымның жемісінің дәмін тартып, армансызға арман ұялатып, қанатсызға дарын қанатын көтеретін ғажайып күш иесі. Менің мамандығым әлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. Сондықтан мамандығымды мақтанамын. Армандаңдар, армандар расында орындалады. Өмір бойы жол, бұрынғыдан артықта теңеме. Мен 2026 жылы өзімнің озық жолымды бастадым. Себебі басты өзге ең құнды әрі маңызды мәселе елдің ертеңі болып саналатын жалпы қоғамға тікелей білім мен сапалы тәрбие беру.
saygı, muhalif. Şakıl diyelim, bilim hareket huzurlandır, tane terbiye verir. Şakıl hasiyetlerine boyuna darıdır, ama girişte tohtarmalık bağlar verince, uzmanlığı iyilik zor. Konusunda o erdeğin hasiyeti kullanıldığı bir şey verir. Senin de hakkında müziklerde şiiri yasra alasın. Siz doğalarda tutmaz. Bu әйел еңбекқор әйел деген анамның кішкентайынан құлағыма құйып келе жатқан сөзбен өнер бөлімін бастағым келіп отыр. Яғни мен сіздерге бүгін алып келіп отырған өнерім, яғни біздің қазақ салтының, қазақ халқының салт дәстүр бір саласы, яғни қыз жасауын дайындау деп айтамыз. Яғни мен сіздерге көрсетіп отырған бұл жердегі қошқар мүйіз оюы, негізі қошқар мүйіз оюы қазақ халқының бүкіл тыныс-тіршілігін танытады. Яғни бұл жерде оюды қарап отырсаңыздар, қошқар мүйіз көп тармақтар құралып, яғни жаңағы шет жақтары жаңа қошқардың тұмсық мүйізі байқалады. Және де қазақ етінің айтуынша осы біздің қыз жасауына беретін міндетті зат, яғни құрақ көрпе деп айтамыз. Құрақ көрпені негізінен құрақтай құралып, жаңағы өзінің барған жеріне сіңісіп, яғни ата-анасы жасап, және де бұрынғы қазіргі кезде өзінің қызының ата-анасы жасайды. Ол кезде біздің ауылдың іскер әйелдерін жинап сойып саған болады. Және де біздің осы кездегі ата-бабамыздың көрегеніне тамсанамын. Неге десеңіздер, бұл жерде бізде психологымыз бар, Балтай Балтабай деген кісінің өзінің жұмыстарында осы біздің қазақ халқының барлығының қыз тағдырына қандай әсері бар екенін барлығын айтып отырады. Және де білгенге маржан демекші, қыз баласы құрақ көрпені құраған сайын рухани әлеммен өзі танысып, жаңағы байыта түседі. Және де бір айта кететіні, құрақ көрпені қыздың, яғни ата-анасы жасайды, бірақ та менің ойымша қыздың тек қана ата-анасы емес, өзі де жасаған өзі. Яғни бұл жерде көріп тұрған сайын қолымда тұрған кәсіптерге барып көрсетіп, яғни бұны мен өзім жасаған болатын. Былайша айтқанда енді өзі жасалды. Иә, өзінің заттары өте жақсы молодец. Мен жерлесім болсам. Және сөзін баяндап кетсем, Шәкәрім Құдайбердіұлы адамдық борышын. Адамдық борышын халқына еңбек қылып, ақ жолдан айнымай ар сақтау өмір. Талаптан да біліммен, өнермен, білімсіз, өнерсіз, болады ақылды. Мақтанға салынға мансапты жарышы, нәпсіге билетпеу, басыңды қалышы. Өмірді сарқыл өлгенше, жол атап, жол көрсет, келешек қамшы. Қайтадан қайрат қауымға демейсің, барыңды, нәріңді, бар тірлікте бересің, ғибадалар артына із қалдырсаң, осыны, шын бақыт, осыны мәңгілік көрмесін. Мен негізі астағын ештеңе жоқ, просто әрі бет ағын. Қандай керемет айтты. Молодец. Қаншадан деп па? Сат жібер. Айна жүрек сөйлеріне тарту әкелді. Төртеуі жасап та маған жоқ сіздер алыңыздар. Сізге басқасын әкеп беріңдер, күш жасап. Оны екен айтып Қабылаты.
Еңбекке кетіп қаласың, асан кеткен. Бүкіл сағат. Бүкіл сағат аласың. Малый бизнес деп. Гитараны алған қоясың. Жоқ. Қаз ағаш қоя. Не болады екен, балақанда? Жасауыңа ала қарамайсың. Мен гитаранды өзің жасадың ба, иә? Ана не? Қожалшы. Сүйіне. Сен арақ керек па, аналарға сорамайсың. Микрофон алып. Өзі көр, арасында көреді. Жарым машин, жарып кетеді. Не дайындық барысында байқағанды қосымша реттерін айта кетейін, бұл істе генетикалық екен. Осының атасы болыпты. Бұл өнерде қанмен берді. Тектен тек суат, тектен тұқымға деген. Өз машинама жасаған блогым болатын. Бұл ұлттық нақыш жасалған қошқар дүниеде ашқасы. Жай сувенир ретінде микрофон жасадым. Столына қойып. Ағаштың несі бар? Қандай қымбат тұрады, осылай ақша сабылады болады ма? Өлең. Иә, мына композиция қандай керемет, Иә. Одан кейін 444 грамм жұмыртқаны және де 200 грамм қантты араластырып миксермен миксерге аламыз. Осылай водяной банядағы массамызды бірге қосып толыққанды араластырып аламыз. Және де ерегішке какао 200 грамм 20 грамм және де қосқышты қосып бізге осындай қамыр жасап аламыз. Берілген қамырымыз дайын болды. 190 градуста 10 минутта 3 немесе 4 қанша қорж шығады, сол қорждарды духовкаға пісіріп аламыз. Осылай бөліп көз мөлшерінде бөліп аласыздар. Духовкаға жаңағы тортымыз дайын болып жатқан кезде біз ганаш дайындадық жаңа. Бұл жерде тортқа крем жасаймыз. Сиқ 200 мл. Осындай кухонный комбайн немесе миксерді қолдансаңыздар болады. Енді осылай қосып, осындай массаға араластырып аламыз. Осындай масса шығу керек сізге. Одан кейін қантын тағы қосамыз. 200 граммдай. Осындай бізде масса шығу керек. Осы массаны, одан кейін маскарпоне немесе творожный сыр бар, 200 грамм. Толыққанды қосып, толыққанды араластырып аламыз. Бұл бізде кремге арналған крем. Одан кейін тортымызды осылай сәнге дайындаймыз. Осылай жағып шықсаңыздар болады, немесе ганашты үстіне себеміз. Және қалай сәндегілеріңіз келеді, солай сәндейміз. Мысалы, клубника, орео деген сияқты. Осылай сәндейсіздер. Бұл жерде екі түрінде қалмаңыздар. Бұл қыста жасалған болады. Онлайн болғаннан кейін қыста жасадым, мынау кешегі жасалған, өзіміз қолынан жасаған.
мұғалім 21 мектеп байқауымыз өз мәресіне жетті. Байқауға қатысқан барлық біздің жас мұғалімдерге рахметімізді айтып отырып, сөз кезегін Әділқазылар мүшесіне берсек дейміз. Қорытынды пікір сіздерден, құрметті Әділқазылар мүшелері. Рахмет. Құрметті әріптестер, мектебімізде сондай бір керемет іс-шара өтті деп ойлаймын. Жас мамандардың өздерінің бүгінгі күнге дейінгі талмай кеткен еңбектерінің нәтижесі, өздерінің білімділігі, іскерлігі, ұстаздық, алғашқы ұстаздық жолдарындағы бұл алғашқы жетістіктері деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге үлкен сәттілік, бұдан да жоғары, менен де үлкен, керемет, жақсы кісілерден әлі талай марапат аласыздар деген үміттемін. Сондықтан сіздерді енді біздің Әділқазылар алқасы мүшелерінің келісіммен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бізде енді біздің мектеп лицейінің директоры Шалқар Мелісұлы Құдайбергеновтың құрмет грамотасы, мектепшілік педагогикалық дебют 2021 жас мұғалімдер байқауында жүлделі 3-ші орынды алған өнерпаз мұғалім Мұқан Гүлден марапатталды. Бұдан да жоғары кәсіподақ ол бекерге келіп отырған жоқ, расында да енді сіздерге жаңа келдім. Жаңа Гүлденге 3-ші орынға 3000 теңге кәсіподақ. Тура осындай құрмет грамотасымен ерудив ұстаз 3-ші орын дене шынықтыру пәні мұғалімі Мырзахмет келесі 2-ші орын алған ағылшын тілі пәні мұғалімі Қапанова Салтанат Нұрлыбаева. Екінші орынға енді кәсіподақ атынан 5000 теңге келесі жүлделі 1-ші орын алған ағылшын тілі пәні мұғалімі Есенбаева Әсел Апамызға.
екінші орынға жаңағы ақшалай сыйлық 7.000 теңге. Біз бүгін міне педагогикалық дебютті 2021 жас мұғалімдер байқауында біздің мектептің ғана емес, сондай-ақ жаңағы қалалық жарыстарда да біздің мектебіміздің абыройын асқақтатып жүрген және бүгінгі байқаудың бас жүлдесін тарих пәні мұғалімі Абдрахманова кәсіпорын 10.000 теңге ақшалай сыйлық. Бәрі молодец. Ал енді былай қарап тұр, мына былай сурет на память